13 жастағы қыздың сиқырлы әлеміндегі сиқырлы жапырақтар. Талдарды айналып, өзіммен өзім болар. Бір кезде мынандай сұлулықты ішімде қалдырмай, кейін соңында қалай болып шыққаны. Алақай. Бүгін саябақта серуендеп жүріп, өзімді 13 жастағы қыз сияқты сезіндім. Қиялға беріліп, жапырақ теріп кеттім. Сыртым 50 жаста, ал ішім әлі 13-те. Сыртым мен ішім екеуміз келісіп өмір сүріп жүрміз. Оңтүстіктің әп-әдемі жып-жылы күзі. Күннің шығып тұрғанын ай. Табиғат бүгін ерекше әдемі болып тұр. Күн жарқырап шығып тұр. Талдарды айналып, өзіммен өзім жарысып, күліп, ойнап та алдым. Бәлкім, жасарып кетудің сыры ботекс емес шығар. Жапырақ теріп, бала сияқты қуану болар. Күздің әдемі бояулары мен алтын күні шабыт шақырып жатыр. Бір кезде мынандай сұлулықты ішімде қалдырмай, кенепке түсірейін деп ойладым. Сөйтіп, 2 жұп картина салуға кірісіп кеттім. Өмірде әр нәрсені күрделете бермей, жай ғана сүйсініп қарау жеткілікті. Сонда көзде, өмірде сиқырлы болады. Ал енді 2 жұп картиналардың екіншісін салуға кірісейін. Кейін соңында қалай болып шыққанын көрсетемін. Алақай.
күзгі шабыттан туылған сиқырлы жапырақтарым менің. Егер картиналарым сізге ұнаса, ұнайды деп белгі беріп қойыңыз маған. Біліп жүрейін. Күзгі әдемі табиғаттан шабыттанған ауылдағы өнерлі апаларыңыздың қыл қаламынан сиқырлы жапырақтар атты әдемі екі жұп картина дүние есігін ашты.